2023-те айына ютубтан 300 мың теңге табу үшін не істеу қажет? Осы сұраққа мен қазір жауап беретін боламын. Бұл кез келген адамға өте пайдалы және ыңғайлы десек те болады. Бұл тегін мини курс. Қош келдіңіздер. Мен қазір алғы сөзді айта кетсем, қазіргі күнде өздеріңіз білесіздер, көптеген мамандықтар шығып жатыр. Мамандықтар азайып та жатыр қазіргі кезде. Мысалы, бір мамандықты екінші мамандық келіп басады, бірақ мына YouTube мамандығының немесе YouTube'пен айналысу деп айтайыншы жалпақ тілмен. YouTube'пен айналысу білесіздер ма? Не сіздерге қандай артықшылығы бар, немесе сіздерді қалай дәрежелеріңізді көтереді? Бірінші нәрсе, қазіргі уақытта обязательно көп адамға ақша керек. Енді мен ақша мәселесінде болғанда қажеттілікке байланысты. Жарайды, әрине ақша өте қажет, маңызды, сол арқылы сенің абыройыңды көтеріледі, абыройыңдың түсуі соған байланысты болады көптеген жерде. Енді біреуді кінәлап отырмаймыз бұл жерде. Менің айтқым келетін нәрсе, енді осы YouTube арқылы күніге 15 мың, немесе 20 мың, жоқ дегенде 15 мың теңге қалай табуға болады? Соны мен осы мини курстың соңында айтатын болам. Өте маңызды, сіздер арнаға жазылып, лайк баса отырыңыздар, қолдап отырыңыздар. Сіздерге себебі осындай видеоларды баса берсеңіздер, лайк алгоритм бойынша сізге осындай видеоларды көп көрсетеді YouTube. Енді өздеріңіз ойлап көріңіздер, не үшін YouTube'пен айналысу керек қазіргі уақытта? Неге десеңіздер, қазір Қазақстанда YouTube'пен енді дамып келе жатыр. Қарасаңыздар, көптеген нишалар бос, ағылшын тіліндегі, орыс тіліндегі нәрселердің көбісі бізде Қазақстанда қазақ тілінде жоқ. Бұл бізге мүмкіндік көп туылады. Енді өздеріңіз ойлап көріңіздер, және 15-20 мың теңге ақша түседі күніге. Оған қандай адамдар? Жалпы айтқанда бұл курс кімге керек өзі? Не үшін керек? Қазір алдағы уақытта кеңірек тоқталып айтам. Бұл курс білесіздер ма? Яғни жалпы ютубер болу, соны үйретем, бұл курсы соны көрсетем. Сіздер бір бөлмеден, бір жерден шықпай, интернет бар, телефон немесе компьютер қолыңызға алып, бір даже диваннан, орындықтан көтерілмей сіздер жұмыс жасайтын боласыздар. Ешкімге жалынып отпайсыздар. Ойбай, братан, сестрам, анау, мынау, таргетіңді қосып берейін. Аласыз ба курсымды? Анау қыласыз ба? Сіздің шаруаңыз жоқ. Сіз отырасыз, үндемейсіз. Қолға телефонды аласыз, болды, все. Сол жермен жұмыс бітті сіздің. Сіз контент жасайсыз ол жерде. YouTube-қа саласыз, керек адам көреді, керек адам көрмейді. Сіздің мақсатыңыз видео шығару болды. Видео шығарумен бітеді. Сіздің мақсатыңыз видео шығарумен бітеді. Жүктеп салдың ба интернетке, болды. YouTube ар жақта өзі монетизациясын қосып береді ар жағында, шарттарын орындасаң. Адамдар көреді, и саған ақша түседі. Өздеріңіз ойлап көріңіздерші, сіз мысалы таргетолог мамандығын оқитын болсаңыз, мен жамандап отқан жоқпын оларды. Таргетолог мамандығы, клиентпен байланысасың, ау, бау, сиыр, бұзау, короче, әңгіме бітпейді. Клиент саған недоволен болып қалады, ақша салып жатыр, сенің зарплатаңды алған кезде қиналып тұрасың. Бұл жерде сен плевать, сен ешкімге жұмыс жасамайсың. Клиент бар ма, жоқ па, саған қызық емес. Сен главное, что видео жасайсың, каналыңа саласың, бітті. Мәселе сенмен ғана шешіледі да. Көрермендер көреді, көрмесе аржан. Даже сенің каналың екенін де білмеуі мүмкін. Адамдар, сен даже түріңді де көрсетпейсің, даусыңды да шығармайсың. Қажет видеоны саласың бір. Содан кейін сен салып қоясың, жүктейсің, адамдар көреді. Сен кім екеніңді де білмейді даже. Қаласа өзіңді көрсетесің, қаласа өзіңді көрсетпейсің дегендей. Бұл өте маңызды нәрсе. Сіздер бұл мүмкіндікті жібере алмаңыздар. Анау, мынау деп, тағы да бір бәле деп, жоқ, бұл таргетинг, TikTok, Instagram, басқа курстардан ютубер мамандығы вообще жоғары. Бұл жақта тұрған ақша. Ал енді осы мини курсты соңына дейін оқып біз осы YouTube'дан ақша шығаруды үйренейік. Ал сонымен бастаймыз. 2023 жылы айына YouTube'дан 300 мың теңге табу үшін не істеу қажет? Деген мини курсыма қош келдіңіздер. Алдын ала айта кетейін, бұл жерде өте құнды нәрселер айтылады. Мен қазіргі уақытта 11 каналмен жұмыс жасап жатырмын. Айына 1 миллион теңге тауып жатырмын. Ол рас, действительно. Алдағы уақытта көрсететін болам бәрін ашып сіздерге. Енді 1 миллион деген кезде кейде 900 бір нәрсе түседі, кейде 1 миллион 200 түседі, мен 1 миллион деп соны округлять ете салдым. Блин, енді сіздер өздеріңіз ойлап көріңізші, 1 миллион теңге біраз проблеманы шешеді. Ойлап көріңіздер, 1 миллион теңгені ұстап көргендеріңіз бар шығар қолда. А вот сіздер ай сайын табасыздар сондай ақшаны. Бұл өтірік емес, бұл рас. Мен қазіргі уақытта 11 каналмен жұмыс жасап жатырмын. Өздеріңіз ойлап көріңіздер. Жұрттар бір каналды ғана жүргізе алады. Бір айда әрең жүргізеді. Соны жырғылады. Нәтижесінде оған 200 мың теңге түседі, 150 мың теңге түседі. Ол соған жетеді деп жүр.
Видеоны соңына дейін көріңіздер. Иә, видеоны соңына дейін көріңіздер. Соның барлығын білетін боласыздар, түсінетін боласыздар. Мини курста не айтылады жалпы осы мини курста? Ютубер болу үшін жасау керек 4 нәрсе. Ютубтың ережелерімен танысу өте маңызды. Дұрыс ютуб канал ашу, бұл да өте маңызды. Міне көргендеріңіздей, мини курстың соңында 0-ден бастап ютуб канал ашып табысты болу жайында айтылатын болады. Және де монетизация қосып айына тұрақты табысқа шығу жайында да айтылатын болады. Және ютубта көп ақша табу. Енді мына жерде менің айтқым келіп тұрған нәрсе, ютубта көп ақша табу деген ол үлкен нәрсе да. Сіздер ойламай қойыңыздар, мынау ақша табу басқа, көп ақша табу басқа. Себебі ақшаның саны бар. $1, $10, $100, $1000, миллион доллар кете береді. Мәселен, сіздерде $100 емес, $1000-лықтың өзі, сіздер даже $1000-ды таптым деп ойлаңыздаршы ютубта. Ауылда бір жерде отырсыздар. 450 мың теңге түседі бір айда сіздер қалталарыңызға. 430 мың да $1000. Патша сияқты өмір сүресіздер ауылдық жерлерде. Представьте, сіздерде 2 канал болса сондай. 800 мың теңге түсетін. 500 мың теңге, 1 миллион теңге табасыз, бір 15 жасар бала үйінде отырып 1 миллион теңге сондай табады. Ойланып көрдіңіздер ме сондай нәрсені? Сіздердің жастарыңыз қанша үлкен болған сайын, сонша опыттарыңыз көп болады, естеріңізде болсын ютубта. Ой, жас жігіттердің, жас қыздардың бастары істегіш, олар мықты. Жоқ, наоборот, жасы 30, 40, 50-ге келгендер жақсылап қимылдаса, осы курсты соңына дейін қараса, олар түсінеді. Бұл жерде ютубқа сенің жасыңның маңызды емес екендігі. Тек ақша табуға желанияларыңыз болса болды. Сол сіздерді табысқа алып келеді. Әкелуіне себеп болады. Ютубер болу курсына шақыратын боламын алдағы уақытта. Менің есімім Асқар. Ютуб арқылы айына миллион теңге тауып жүрген маманмын да. Қате кеткен ме жерде? Бұндай болады. Өздеріңіз білесіздер, білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Менің есімім Асқар. Міне бірнеше 4-5 жылдан бері, мен уже ұмытып бара жатырмын, 5-6 жылдан бері, может 4-5 жылдан, 5 жыл деп айтайыншы, ютубпен айналысып жатырмын. Айналысқанда ақша шығарып жатырмын да. Одан да алдын әшейін видеолар салып жүрдім қызыққа, одан кейін ақша шығару мәселесін түсінгеннен кейін мен ақша шығаруға бел будым. Қазіргі таңда болашақ ютуберлерге 0-ден канал ашуды, табысты болуды үйретемін. Жалпы мамандығым сондай, өзім ютубер болғандықтан және бірнеше салада, бірнеше каналда жүргізгеннен кейін менің де басқа ерекшелігім дейді. Менің басқалардан ерекшелігім жалпы менің канал ашқаннан бастап Каспиге ақша түскенге дейінгі аралықты көрсетемін. Осындай да бола ма дейсің да? Ойланып көріңіздерші өздеріңіз. Жалпы менің жаңағы курсым бар, сода айтатын боламын, өте разумный бағада, қатты немес. Сіздерге де, маған да, менің де еңбегім сіздерге де ыңғайлы дегендей. Өздеріңіз қарап көрсеңіздер, мысалы, мен канал ашқаннан бастап, кәдімгі канал аккаунт тіркеледі ғой, Google аккаунт. Содан бастап Каспиге түскен ақшаға дейінгі уақыт. Міне мен соңғы 3 айда 2.261.000 бір каналдан шыққан. Ақша түскен бір каналдан 2.261.000 теңге. Бір каналдан. Менде енді 11 канал бар. Енді есептеңіз, 4 ай десек те болады, 4 айға жақындау. Каждыйынан енді 500 мың, 600 мыңнан сондай уақытта түсті. 450-600 мың арасы бір каналдан. Ютубер болмас бұрын міндетті жасау керек 4 нәрсе. Жалпы ютубер болу үшін не істеу керек? Бірінші білу керек, немесе істеу керек нәрсені айта кетсем. Бірінші аккаунт ашуымыз керек. Аккаунтты білесіздер өздеріңіз. Google-ға кәдімгі барлығымызда бар. Android-та болса, көбінесе Android-тықтарда бар. Play Market-те сол аккаунтпен ақ сіз аккаунт ашсаңыз болады. Сол аккаунт қажетті болады. Ниша таңдау керек. Ниша ол біздің тақырыбымыз өте маңызды нәрсе бұл. Себебі бұл болмаса сіздің видеоңыз қызықты немесе қызықсыз болу жағы осыған байланысты. Ниша таңдауымыз керек жайлы. Нишаға көп бас қатыруымыз керек, негізі былай айтқанда. Ойлануымыз керек, осыған байланысты біздің табысты немесе табыссыз болуымыз осыған байланысты себеп. Үшінші жаңағы аудиторияны анықтауымыз керек. Аудитория дегеніміз кім, қандай ол, жасы қаншада, нелер қызықтырады оларды, осыны білуіміз керек. Аудиторияны анықтау деген сол. Алгоритм негізін түсіну. Жалпы YouTube қалай жұмыс жасайды өзі? Қалай просмотр көп жинаймыз? Жалпы YouTube-ты басынан аяғына шейін түсіну. Қалай жұмыс жасайды? Алгоритмін түсіну. YouTube-тың ережелерімен танысу бізге өте маңызды. Міне авторский право қатты көңіл аударыңыздар. Және авторский право сіз біреудің музыкасын, біреудің видеосын, біреудің суретін, біреудің дыбысын, музыка басқа, дыбыс басқа.
біреудің дауысы деген сияқты, дыбыс деп айта берейін. Себебі шиқылдаған биттердің музыкасы болады, дыбыстары, солардың өздері авторлық неге тиесілі болады кейде. Сол үшін де айтатым, сіздер авторский праваға өте маңызды. Оны документациядан барып оқисыздар, комментарийға жазып кетсеңіздер де болады. Осының астына болған туралы тағы да бір видео шығаратын боламын авторский права жайында. Енді екінші нәрсе қатаң ережелері. Қатаң ережелері ютубта ашық-шашық болмау керек. Дененің және кішкентай балалардың видеосы әке-шешесінің рұқсатымен салыну керек. Жалпы айтқанда оған да мән береді. Желательно бала-шағаны салмаған дұрыс. Солай не алады, категория бойынша. Және үшінші нәрсе жаңағыдай зорлық-зомбылық. Жаңағыдай жарылыс, кәдімгі адамның жеке жүйесіне тиетін, кейбір адамдарға ауырлық әкелетін жаңағыдай неше түрлі жарақаттар, енді қауіпті нәрселерді көрсету адамдарға, ол ютубта немесе хайуандарға зорлық-зомбылық көрсету. Былай айтқанда зорлық-зомбылық немесе дененің адамдардың жаңағыдай көрсетіп, жаман заттарды көрсетіп, адамдардың жеке жүйесіне тиетін видеоларды салмау керек. Жалпы сол айтатын қатаң ережелер сол болып тұр. Дұрыс YouTube канал ашу, ол аудиторияны тани білу деген сөз. Сіз дұрыс YouTube канал ашу үшін аудиторияны тануыңыз керек. Ол туралы айта кетсем, аудитория деген кім? Бірінші сұрақ. Кім олар? Сіздің көрермендеріңіз. Қандай, жасы қандай? Ер ма, әйел ма? Жастары қандай? Үлкен ба, кіші ма? Мысалы, оның қызығушылықтары қандай? Олар анаған қызығады, олар мынаған қызығады деген сияқты. Біздер олардың не қызығы, жалпы айтқан кезде біз аудиторияны танып білмей видео жасасақ, біздің просмотр көрмей қояды. Себебі әйелдердің каналына ерлердің видеосын салып қойсақ. Бір күні тамақ пісіріп жатса, екінші күні машина жөндеп отырады. Или балық аулап отырады. Ол әйелдерге қызықсыз, подписчиктердің сенің көбісі әйелдер шығып кетеді. Немесе керісінше, ерлерге арналған видеоға әйелдердің видеосын салсақ, ол да болмайды. Ал мысалы балаларға арналған играларды үлкен кісілерге арналған каналды ашсақ, ол балалардың играсын салып отырсақ, онда ол да болмайды. Нәтижесінде біздің каналымыз өледі, просмотр болмайды. Былай айтқан кезде, жаңа Инстаграмның тілімен айтқан теневой банға кетеді, сіздің салған видеоларыңыз просмотр жинамайтын болады содан кейін. Сол үшін де аудитория не сұрайды, соны беруіміз керек. Екінші нәрсе ол нишаны таңдау. Осы екі нәрсе өте маңызды. Нишаны таңдау, яғни екінші нәрсе де бұл өте, осы нишаңызға байланысты сіздің табысты немесе табыссыз болу себептерінің бірі, осы үлкен себептерінің бірі. Сіз нишаны қалай таңдайсыз? Жалпы ютубқа барып, өзіңіздің сәйкес нишаны таңдайсыз. Фильтрға жаңағыдай соңғы айда көп просмотр жиналғандар. Соған сәйкес сіздің қолыңыздан келетін нишаны таңдап, соған байланысты просмотрларды алсаңыз болады. Ниша таңдау дегеніміз сол. Сіздің YouTube каналыңыз неге тақырыпқа, жалпы айтқан кезде, көбісі мені көретіндердің барлығы ютуберлер немесе ютубқа қызығатындар, нишаны енді олар білетін не екен. Білмесеңіздер, осы видеоның астына комментарий жазып кетіңіздер, мен ниша туралы білмедім, ол не нәрсе деп, мен сол жерде жауап беретін боламын. Сіз күніге YouTube арқылы 20 мың теңге түсіп тұрғанын қалайсыз ба? Осы сұраққа жауап берейік. Енді мен бұл жерде несін айта кетейін. Әрине барлығы қалайды. Одан көбін қалайды біреулер. Маған 10 мың теңге жететіндері бар. Но 20 мың теңге табу деген сөз ол. Бір күнде 20 мың теңге табу, ол 30 күнде 600 мың теңге деген есептеп қарасаңыздар, айына 600 мың теңге, немесе бір күнде 20 мың теңге табу. Ал басқа адамдарға, басқа мамандықтарға барып көріңіздер. Тиктокер, Инстаграм, тағы не сол сияқты, таргетолог. Бұны 20 мың теңге табу өте қиын, білесіздер ма? Себебі неге? Олар клиенттер ақшаны береді, клиенттерді таргетолог болып өз басым істеп көрдім. Жалпы айтқан кезде сайттар жұмыс жасап көрдім. Сосын клиенттің қабағына қарап отырасың, ол қашан ақша жібереді. Біздегілерді білесіздер, жұмысты істетіп алады да, ақшаңды жалынып жүріп аласың. Маған ұнамайтын нәрсе адамдармен жұмыс жасау, бизнесте түсінбейтін адамдармен жұмыс жасау. Содан кейін тұрдым да, жетереніп дедім да, ютубпен айналыстым. Ютубта тек мен өзім ғана бармын, болды. Басқа ешкімнің керегі жоқ. Үндемей отырып, өзім видеомды жасаймын, ютубқа жүктеймін, болды, ақшасын күтемін, болды. Все, ақшасын аламын. Ешкіммен сөйлеспеймін де, видеомды шығару бітетті. Мәселе осы ұнайды маған. Көптеген мамандықтарды ойланып көріңіздер. Адаммен адам байланысса, ол жерде ұрыс пайда болады, ол жерде ренжіту пайда болады, ол жерде ақысын бермей қояды, адам өз ақшаңды өзің жалынып жүріп, жексұрын болып сұрап жүріп аласың. Бізде қазір көп сондайлар бар ғой, айтайын. Айта кетейін сонда.
А сіздер мына жерде ютубта 20 000 теңге тапасыздар еще қалай? Ешкімнен алмайсыздар оны, өзіңіздің карточкаңызға әкеліп салып береді. Каспийді жалғайсыз, карточкаңызға түседі. Жалынбайсыз ешкімнен сұрап. Мынандай күн болды ма? 24 күні болды түседі. $100, $1000 кете береді, $10,000 болса да. Сен өзі ешкіммен араласпайсың уже. Ешкімге сенің ісіңде шаруаңда болмайды. Тек жаңағыдай достық ретінде басқа нәрсемен араласатын шығарсың, по бизнесу, по делам вот араласпайсыңдар. Потому что сіздерге керек жоқ ондай. Онымен салғыласып, ондай нәрсе талай болған. Таргетингті қостың ғой, неге ақша клиент келмей жатыр? Ақшаңды бере алмайым, 200 000 теңге, сол 200 000 теңгені осы айда бере алмайым, біз сату болмады, продажа келмеді деп. Мысалы да, болмай жатыр, сенің анауың дұрыс емес, сен дұрыс қоспағансың деп, осы айда саған ақша бере алмайым деп ше. Нәтижесінде сен настроение түсіп кетті. Ал ютубта қалай? Ютубта өздеріңіз ойланып көріңіздер. Өтірік болса айтыңдар маған, өтірік деп жазыңдар астына. Өтірік деп ше, мысалы. Мен сендерге дәлелдеп беремін, оның рас екен. Мен ютубер ретінде айтып отырмын. 20 000 теңге ол аз ақша емес ол. Өздеріңіз ойланып көріңіздер. Аз ақша емес 20 000 теңге деген күніге. Адамдар әлі күнге шейін 100 000 теңгеге жұмыс жасайды. Зарплата 100 000 теңге. Жалынып, жалпайып, таңғы 5-те тұрып, үйге 8-де келіп, 10-да келіп үйге. Кредит төлеп, рассрочка төлеп сол жүргенде. Бала шағасын мектепке беріп, ары тартып, бері тартып. 100 000 теңгені білесіздер ма қандай екен қазір? Күніге қанша теңгеден? 3300 теңгеден келеді күніге. А сендер 20 000 теңге. 14 жастағы бала осыны істей алады 20 000 теңгемен. 14 жастағы бала. Ойланып көріңіздер, 15 жастағы балдар, мен өз көзіммен көрдім, айналамдағы балдар жасап жатыр. 15 000 теңге табады күніге, 20 000, 25 000 теңге табады кейде. Ата-анасы таңғалып жатыр. Бұл қандай жұмыс өзі? Бұл не? Бұл балдар не болып кетті бұл? Мектепке оқып, мектепке через не хочу барады бұлар. Былай шықпайды, барып ойнап келсе, бар балдармен барып, достарымен жоқ, мен бармаймын дейді. Мен 10 000 теңге, 20 000 теңгеден айырамын дейді қазір дейді. Мектепке барып келеді, үйіне отырады, компьютер. Қайтсем де ақша шығарамын, неге мен 25 000 теңге шығармаймын? Қасымдағынан менің інілерім бар, Досбол, Алишер танисыңдар. Неге Досбол мысалы 25 000 теңге шығарады, мен неге 30 000 теңге шығармау? Давай мен келесі күні 30 000 теңге шығарамын деп. Сондай действительно болып жатыр. Адамдар көп ақша табуға жарысып жатыр. А көбісі не істеді? Адамдар ақша табуға жарысады қазіргі бұрынғы уақытта. А қазіргі уақытта жас балалар міне. Не важно 15, 18, 20, 30, 40, 50. Енді өздеріңіз ойланып көріңіздер. Адамдар көп ақша табуға жарысу керек. 600 000 теңге білесіздер ме? 600 000 теңге қолдарыңыз ұстап көргендеріңіз бар шығар. Миллион теңгені. Мен әлі күнге шейін таңғаламын да, до того неше жыл уақыт өтті. Әр ақша түскен сайын таңғаламын. Қалай мен действительно мен әлі сене алмай жүрмін. 3-4 жыл болды мен ақша шығарғаныма. Мен білем бұрында қалай ауыр жұмыс істеп, жалынып, жалпайып, таргетолог сайт жасап, одан кейін ютубқа келгенде мен түсіндім да. Адамдармен араласпайсыңдар ше. Не до этого болып қалады. Мен по бизнесу айтып отырмын. Жалпы айтқанда сол міне. Сол үшін де сіздер YouTube темасы жайлы өздеріңіз ойланып көріңіздер. Ойланып көріп деп айтты емес, сендер істеңдер соны. Қолға алыңыздар, беттерін бұрыңдар, соны істеңдер болды. Өздерің рахмет айтасыңдар мен көрген кезде сонда. Келесі сабаққа дәл қазір доступ алу үшін 22 санын Инстаграмға жазыңыз. Инстаграм көргендеріңізде собачка, яғни Аскар Нураков. Міне Инстаграмды көргендеріңізде әрине подписка жасап, дайректке жаза кетіңіздер осы санды. Сонда сіздерге келесі сабаққа доступ беріледі.